6-дан ұзаққа созылған өт қабының қабынуы созылмалы холецистит деп аталады. Негізгі себептеріне бактериялық, вирустық, паразиттік, асептикалық, яғни иммунды, аллергиялық, ферментативті және белгісіз себептер жатады. Бактериялардың ішінде ішек таяқшасы, стафилококк, энтерококк, стрептококк, гепатит В вирусы, паратиф, брюшной тиф және аштыққа саңырауқұлақтар жатады. Ал паразиттерге лямблиоз, апистархоз, аскаридоз, фациолез солар жатады. Холециститтің дамуына тек бұл себептер жеткіліксіз болып табылады. Осы себептерге қоса өттің іркілісі, яғни тамақтану ритмінің бұзылысы, гиподинамия, стресс, жүктілік, іш қату, семіздік, қант диабеті, өттің қозғалуына кедергі болатын әртүрлі патологиялар, аурулар жатады. Одан кейін өт қабының зақымдануы, яғни өт қабының тастармен зақымдалуы, ұйқы безінің сөлдерімен зақымдалуы, немесе өт қабының құрамында өттің құрамы өзгерген болса, солай зақымдалады, және өт қабының жарақаттарынан болуы мүмкін. Негізгі белгілері типтік және атиптік болып бөлінеді. Яғни типтік дегеніміз кәдімгі ауырсыну синдромы. Ол ауырсыну оң жақ қабырға астында ауырады, сирек төс астында ауырады, оң жақ иыққа, жауырынға, бұғанаға беріледі. Ауырсыну бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін созылады. Ол ауырсыну көбіне дұрыс тамақтанбаған кезде, яғни газды сусындарды ішкенде, салқын тағамдар қолданғанда, алкоголь, жұмыртқа, ащы, майлы, қуырылған, кептірілген тағамдар жегеннен кейін пайда болады. Және денеге күш түскенде, салқын тигенде, инфекция стресстің әсерінде, әйел адамдарда етек кезінде күшейеді. Өте күшті ұстама ол өт қабының мойны мен өттің түтігінде қабыну процесі болса өте күшті ұстама болады. Ал тұрақты ауырсыну күші аз ауырсыну ол өт қабының түбі мен денесінде қабыну процесі болса болады. Одан кейін диспепсиялық дегеніміз бізде ол жүрек айну, құсу, кекіру, ауызға қышқыл дәм келу, ауыздың жиі құрап кетуі, тамаққа тәбетінің төмендеуі, іш қату, іш өту, қыжыл жатады. Температураның болуы. Бұл кезде температура 38 градустан аспайды және ауырсыну ұстамасы приступы басылған кейін температура қалпына келеді. Егер 38 градустан асып кетсе, бұл холециститтің іріңді бактериялық инфекциялар қосылып асқынуына, яғни гангрена, перитонитке асқынуының белгісі ретінде көрінеді. Одан кейін сарғаю, көз алмасының сарғаюы, қысқа уақытқа нәжісінің ағаруы немесе түссізденуі, ахалиялық нәжіс деп аталады. Одан кейін зәр түсінің пебі түстес болуы, яғни қарайып кетуі көрінеді. Теріде қышу пайда болады. Бұның негізгі себептері өт шығару жолдарында тастармен бітеліп қалу, немесе өттің өникелшікке құяр жерінде тарылу пайда болатын болса, немесе ұйқы безінің басы ісігі. Себебі өт шығару түтігі осы ұйқы безінің басы арқылы өтетіндіктен ұйқы безінің басы ісігі де осы өттің шығару жолын бітеп тастайды да өттің өникелшікке құйылуы болмайды. Өт жолдарының коликасы кезінде науқас адам қатты тынымсыз, мазасыз болып кетеді, өздеріне ыңғайлы қалыпты таба алмай дөңбекшіп жатады. Яғни көбіне тізесінің ішіне бүккен күйінде жатады. Өйткені қатты ауырсыну осы қимыл қозғалыс болған кезде пайда болады. Сол себепті қозғалысты шектеп жатады. Бұның бәрі холециститтің типтік түріне жатады. Одан бөлек атиптік түрлері бар. Ол кезде жүрек ауруы сияқты көрінуі мүмкін, өңештің ауруы сияқты көрінуі мүмкін, ішектің ауруы сияқты көрінеді. Яғни жүрек тұсында ауырсынулар мен аритмиялар, экстрасистолиялар кездеседі. Ол адам тамақ тойып жүрген кезде және жатқанда пайда болады. Одан кейін эзофагиал, яғни өңешті түрі, ол төс артында қыжыл пайда болады, тұйық ауырсыну пайда болады және жұтынудың бұзылысы пайда болады. Ал ішектік түрінде іш кебу, іш қатуға бейімділік, тұрақты орны жоқ ауырсыну пайда болады.